Бүгін 27 августа генерал Меңлеғали Шаймұратовтың тауына 122 ел. Ошы оңайдан адына дауымда республика бойлап төрді саралар ұлғарыла. Бұл кесті Торатау Конгресс холла янындағы Өфі амфитеатрында өткәрге сақырабыд. Мәжит Ғафур есімдегі Башқұр Дәулет Академия драма театры коллективі Асық Хауала ат ойнатып алдан бара есімлі спектаклін тақдим етер. Режиссері Рәсейдің халық артисі Хырматулла Утташев бұл ертені бідімнің қаршалы. Хырматулла Ғазалиұлы, қайырлы ерті. Қайырлы ерті, алмағыз. Былтыр әдің театр премьера өтті ошы спектакльдің халық несіп қабыл өтті? Премьераға қадыр бір ел болып келе, октябрьдің адағында біздің театрда премьера болғайны. Әлбетте бік тұлқынландырғыз мәл болды ол Зүхрә Бурақаева язды бұл әсәрді. Біз башта не форматта қойырға екен деп одаққына әңгәмеләштік. Сценарий әдір болғас. Яғни бүгінгі башта ойлағайны бүгінгі киімде, оның қақында сығып өйлерге, мана шулай форматта деп та ойланық отстраненный деп айтайық, яғни бүгінгі көзден қарап. Лекен бары бірда тамашасы бетінде спектакль деп ойлағас, театр деп ойлағас сәхнәге геройдың сығауын көтә бетінде шыға көре бары бірда спектакль формасында, яғни герой Шаймұратов образы болырға тиіштеген фәкірге келдік. Біз башта премьераны бәлекей залда ойнанық. Яғни тамашасылар бұнашылай енешкені олтыралар. Әлбетте қиынлықтар болды, сүнкі коллективті аурусылар болғайны. Шуға көре бір 20 күн самаға премьер тоқталып та тұрды. Hem bana şu karşılıklar buluğa karamaktan maskalarda repetiyonu deydi. Udara distansiyon tutup kana işleyip, bulay işlev mümkün tügül bitindi. Biz kosaklaşırga ubişirge değişmedi sakınla. Hem premiere günü kelip gitti, barabırda tulkınlanı buldu. Lakin tamaşasılardan ihlas kabul etügüleri bizim sahtanen eytirge telegen niyeti geroydun obrazın, onun сәхнәләге барған тұрмыш юлын сағылдыру барыбырда көңілдеріне барып еткен деген ниетте болдық. Артта бар енді ұл вақытта біздің дұрыс сәхнәбіз әлі реконструкциялайыны, яң елдан реконструкциянан сәхнәбізді алғас, дұрыс сәхнәге көсіп, артабан дұрыс сәхнәлі давам еттік. Сәхнәлі ойнаудан айырыласақ ма бүгінгі тамаша? Сүнкі Асық Хауала әдірек өзінің шарттары бар бетін? Шулай, дұрт әйтәгіз. Ләкин барыбырда ол текілімік өзгәріштер болмайасақ. Біздің тамашабыз 1 сағат ярым самаға бара, ол барыбыр шул уақытта деп әйтәгенде шул арауықта барасақ. Шуны айтырға тілейім, бұйылғы елда біз бұл спектакль менен, ат ойнатып алдан бара спектакль менен республиканың байтақ төбәктәрендә, райондарында сығыш яһанық. Сүнки теге яки бұл райондан бик әүдемәре өштә бергә өндәштеләр, килегез бана балалар күрергә тиеш, балалар белергә тиеш, үзебезнең геройыбыз хакында дип, шуңа күрә без Салават, Стәрлетамак әйткәндә Стәрлетамак калаһына 2 тапкыр бардык һәм 4 тапкыр уйнанык Стәрлетамак калаһында. Тамашасының каравы буенча, шуңа Янаул, Нефтекама калаларында башка үзебезнең райондың мәдәният йортларында сыгыш яһанык һәм башта барбыр тулкынлану бар, тамашасы күндіз балалар соның өйнәбір әйткенде кеске яқта енді ұлылар сын. Балалар келелер, шаулашалар, күжләшелер. Ләкин тамаша башланып бірнесе минут өтуге тыналар һәм адақтан енді спектакль біткенде дәрәу басып, аяқ өре басып, сәбәкейлеп, алқышлап біздің тамашаны біткенде шулай қаршылайдар. Шуға көре барыбырда барып ете, шуға көре бұл біздің әсәріміздің исемелі бетінде ердан алынған ат ойнатып алдан бара. Оны біздің Орал Иделбаев музыкаль жақтан бидәген болғайынды. Рейс Низамудинов егеттәрімізді қылыс менен тотып, қылыс менен бейірге үйретті. Һәм джигутовка деп атала бетінде. Бұна шундай үдінсәліклі тамаша ол. Шуға көре бүгін Алла бұйырға 20 сағатта амфитеатрда тышта сығыш яһауыбызды, тамашасыларды көтіп қалабыз. Кеске хегерде тамашалар әді барғыла сақырып қалабыз. Этнопарк Батанда болсақ, һәм
Әйткәндә, бүген һава торышы ла кулай дип уйлайм, эҫе көндәр үтте. Аллаға шөкөр, сөнки беҙ бит инде шинелдә киеп, һалдаттарыбыҙ төрлө һуғыш ваҡытында оҙатҡанда беҙҙең күмәк сәхнәләребеҙ бар, шуға күрә беҙҙең майҙан ҙур, шуға күрә театрыбыҙҙың төп өлөшө тип әйтәйек инде, яртыһынан күберәге ҡатнаша был тамашала. Әйткәндә, әле генә Мәскәү Щепкин институтын тамамлап ҡайтҡан йәштәребеҙ бар, үҙебеҙҙең Өфө сәнғәт институтынан да кисә генә отпускынан һуң, ялдан һуң эшкә сыҡтык, шуға күрә 7 йәш артистыбыҙҙы коллективҡа кисә күрһәттек. Шуға бына үҙебеҙҙең шул әле генә эшкә төшкән 7 артистыбыҙ да, Алла бойорһа, бөгөн тәүге тапҡыр сәхнәгә сыға. Һәм ниндәй тамашала ҡатнашыуҙары, тәүге тапҡыр сәхнәгә сығыуҙары уларҙың күңелендә, хәтерҙәрендә, моғайын да мәңгелеккә һаҡланып ҡалыр тип уйлайым. Ҡотлайбыҙ. Ҡыҫҡаса ғына бер генә ваҡытыбыҙ бар. Бына ошо спектаклде ҡуйған ваҡытта төп нимәгә һеҙ режиссер булараҡ иғтибар иттегеҙ? Бик дөрөҫ һорау, сөнки әгәр дә беҙ уның тарихҡа бала сағына уҡыған Ҡытай өлөшөндәге беҙ бик белеп тә етмәйбеҙ. Әйткәндә, мин 98 йылда ҡуйылған Флорид Буляковтың әҫәре буйынса ҡуйылған әҫәрҙә Шайморатов генералды уйнағайным, мин хәбәрҙар инем, ләкин ул ваҡытта, Совет ваҡытында интернет юҡ, әле мәғлүмәт табыуы ҡыйын ине Шайморатов хаҡында, шуға күрә әле бит инде, Аллаға шөкөр, бына беҙ әле генә күрҙек музейҙан, төрлө шулай һеҙҙең телевидениенан, киностудиянан, уның хаҡында бәләкәй генә булһа ла мәғлүмәттәр туплап, уның хаҡында беҙ барыбер ҙа күрһәтергә тырыштык. Бәләкәй генә ауылдан, мына әле генә әйтеп киттеләр, 3 класслы белеме генә булған бала үҙен үҙе булдырған, академия тамамлаған, һәм ҡыҙыл дипломға тамамлай, 5 телде, сит илде телен белә, һәм үҙен исемен тарихҡа, мәңгелеккә яҙып ҡуя. Яғни үҙен үҙе булдырған шәхес хаҡында беҙ ҡуйырға теләнек. Бәлки хәрби кеше тураһында ғына ла түгелдер. Бына әйтеп киттеләр, уға оло ағайҙар, олатай тип әйткәндәр. Ни өсөн улай тип әйткәндәр? Сөнки һәр бер һалдат менән һөйләшеп, уның менән кәңәшләшеп, үҙенә уны дуҫ итеп ҡараған, тиңдәш итеп ҡараған ысын хәрби кеше булған. Шулай итеп, хөрмәтле тамашасылар, барығыҙҙы ла бөгөн Ватан этнопаркында, амфитеатрда көтөп ҡалабыҙ. Киске сәғәт 8-дә Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры тарафынан ҡуйылған спектакль ат уйнатып алдан бара. Рәхим итегеҙ, инде студиябыҙҙа Рәсәйҙең халыҡ артисы Хөрмәт Лаутяшев булды. Ҙур рәхмәт. Рәхмәт саҡырыуығыҙға. Тамаша бөгөн һеҙгә.